Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғылыми жобалар мен жұмыс. Жоспар бойынша ғылыми жобалармен жұмыс Қазақстан Республикасының ғылыми қорларының жобалары халықаралық ғылыми қорлармен жұмыс бойынша тақырыптарды қарастыратын боламыз. Жоба жұмысы жоғары оқу орны білім алушы кәсіби дайындау жүйесіндегі ең қажетті элементтерінің бірі десек те болады. Бұл дайындық білім алушының өзіндік зерттеу қабілетінің қалыптасуын, оның ішінде мәселені қарастыру, мағлұматтың жиынтығы мен өңдеуі, тәжірибе жүзінде жүргізу, талдау, алынған нәтижелерден сараптамалық қорытындылар, шығармашылық қабілет пен логикалық ойлау қабілетін дамытады. Жоба жұмысы оқу барысында алынған білімді интегралдауға және өмірлік нақты мәселелерге жақын жағдайларға қолдануға мүмкіндік береді. Жоба әдісі ең қарапайым мәселенің шешімін болжайды. Мәселенің шешімі бір жағынан жинақтар түрлі әдістер мен оқу құралдарын қолдануын қарастырса, екінші жағынан білімді интегралдау қажеттілігін болжап, оны түрлі пәндерде қолдануды, кәсіби бағытталған міндеттерді шешудегі шығармашылық қабілеттер мен технологияларды пайдалануынан қарастырылады. Жоба әдісі педагогикалық технология ретінде зерттеу, іздеу, мәселелік әдістер мен шығармашылық жиынтықты өзінің мәні бойынша болжайды. Менің барлық біліп үйреніп жатқаным маған қай жерде, не үшін қажет, осы білімді қалай пайдалануыма болады. Жоба әдісін заманауи түсіндірудің ең негізгі тезисі болып табылады. Жоба грек тілінен аударғанда projectus, алға қойған деген мағынаны білдіреді. Ол келесідей бөлімдерден құрылады. Қандай да бір құрылым мен бұйым жасауға арналған құжаттар жиынтығы, есебі, сызу және тағы басқалар жатады. Қандай да бір құжаттың алдын ала берілетін мәтіні. Сонымен бірге ой жоспар, жоба әдісінің негізгі жоба түсінігінің мәнін беретін, оның теориялық және практикалық мәселелерді шешу кезіндегі нәтижеге деген прагматикалық бағыттылығы болып табылады. Мұндай нәтижеге қол жеткізу үшін өзіндік ойлау, мәселені тауып, оны шеше білу қабілетіне, осы мақсатты түрлі саладағы білімді пайдалану нәтижелер мен түрлі шешімдердің соңын болжай білу қабілетіне ие болуы қажет. Жеке қорытындылық жоба білім алушының тәжірибелі бағытталған міндетінің шешімі бойынша өзіндік мәселелік ізденісінің өнімі екенін көрсетеді. Жоба бұл біліктілік жұмыстың шеңберінде жобаны көрсету мен кәсіби ортада нәтижелі әрі мақсатты түрде жүзеге асыру қабілеттерін көрсету мақсатында орындалады. Олар педагогикалық, аналитикалық, ғылыми зерттеу, әлеуметтік құқықтық түрде қолданылады. Бұл мақсат жобаның төмендегідей міндеттерін көздейді. Жоспарлауды үйрену, материалдар, мағлұматтар өңдеу мен дағдылар жиынтығын қалыптастыру, мақсатына сай әртүрлі талдаулар жасау, жазбаша есеп бере алу, жұмысына деген дұрыс көзқарасты қалыптастырумен міндеттеледі. Жобалық жұмысты ұйымдастырудағы принциптер жобаны орындау үшін мықты болуы керек. Жобаны жақсы жасау үшін қажетті шарттарды орындау керек. Білім алушыны жобаны жасауға дайындау, білім алушы тақырып таңдау үшін уақыт болатындай арнайы бағдар беру керек. Бұл жерде жобалық жұмысқа тәжірибелі білім алушыларды тартуға болады. Ғылыми жетекші жобаның тақырыбын талқылауы, оны қорғауға кеңес беруі қажет. Жобалық жұмыстың нәтижесі бойынша міндетті түрде берілетін таныстыру рәсімдері де қоса беріледі. Жоба классификациясы түрлі негіздемелер арқылы жүзеге асады. Жобадағы басыңқы әдіс бойынша келесі түрлерге бөлінеді. Зерттеу жобасы, мағлұматтық жоба, шығармашылық жобалар,
ойындық жобалар, практикалық жобалар, біліми жобалар және оқу жобалары болып бөлінеді. Жобаның өзектілігі. Жоба өзектілігі белгілі бір мәселені шешуге арналған жобаның зерттеу жұмысының мақсатының немесе зерттеу болжамын тексеру маңыздылығын айқындайды. Тәжірибелік маңыздылығы. Жоба тәжірибелік тұрғыда өте құнды болуы тиіс. Яғни оның нәтижелері жоғары оқу орындарында білім беру кезінде білім беру саласындағы қызметкерлердің жұмысында қолдануы маңызды. Жоба жұмыстарына қойылатын талаптар бойынша оқытудың жоба әдістемесі өзіндік мақсат қою мен оған жету жолын табуға үйретеді. Білім алушы өздігінше қажетті ақпарат іздеу, іріктеу және талдау жұмыстарын орындайды. Жобаның жаңалығы. Зерттеуші бұрын соңды мұндай жұмыстар орындалды ма, жоқ па, оларды кімдер зерттегенін білу маңызды. Орындалатын жоба алдыңғы жобаға ұқсас ба, жоқ, басқа деңгейде жаңалыққа ие ма, соны анықтауы маңызды. Жобаның кәсіби деңгейі. Білім алушы алдына қойған міндетті қиын, бірақ орындалатындай болуы керек. Жұмысты оқытушы бақылап отырғаны жөн. Содан соң маманға сараптамаға беріледі. Жобаның жариялығы. Жұмысты аяқтаған соң міндетті түрде оны таныстырып жариялау маңызды. Жобаны ұйымдастыру деңгейі. Жобаны белгіленген уақытта аяқтау керек. Мерзімге сәйкес орындамау қойылатын бағаның төмендеуіне әкеп соғады. Білім алушыларға алдын ала берілген формада оны рәсімдеу керек. Жобаның техникалық деңгейі. Жоба заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып орындалуы тиіс. Білім алушылардың жоба жұмысын ұйымдастыру кезінде іс-әрекеттің әр түрлі түрлері бойынша жұмыс істеуі маңызды. Жоба құрылымында келесідей тармақтар қамтылады. Жобаның тақырыбы, жобаның өзектілігі, жобаның мақсат міндеттері, жобаның жаңалығы, жобамен жұмыс істеу жоспары, ұқсастықтар, яғни жобалардың арасындағы ұқсастықтар, күтілетін нәтижелер, жоба нәтижелерін сипаттау және оны таныстырудан құралады. Ғылыми жетекші жоба туралы пікірі. Жоба жұмысын орындау бірнеше кезеңдерден тұруы шарт. Дайындық немесе кіріспе кезеңі. Жоба тақырыбын таңдау, мақсатын анықтап міндеттерді қою, жоба топтарын анықтау және білім алушылар міндеттерін бөліп беру, жобаға қатысты талаптар, мерзімі, берілетін кеңестер туралы ақпарат беру, жоба тақырыбы мен топ мүшелерін жоспарларын бекіту, жоба барысы мен бағалау критерийлерін, оны қорғау формасын айқындау. Безендіру кезеңі. Жобаны алдын ала қорғау, берілген ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып түзету жұмыстарын жүргізу. Жобаны қорғауға дайындау кезеңі. Қорытынды кезең. Жобаны жұрт алдында қорғау, орындалған жұмыс нәтижелерін қорытындылау және талдау. Іздеу, зерттеу кезеңі. Ақпарат көздерін анықтау, ақпаратты таңдау, талдау, зерттеуге дайындалу, оны жоспарлау, зерттеу жүргізу, жұмыс мақсатына сәйкес материалдар жинақтау. Ұйымдастыру, кеңес алу сабақтары, жоба барысында туындаған сұрақтарды талқыға салу, есеп беруден тұрады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.